Менің IELTS listeningнен бағам 9.0 және мен қалай дайындалдым. Бұл IELTS-ты екінші рет тапсыруым. Шынымды айтсам, мен осы жолы listeningға мүлдем дайындалған жоқпын. Просто 2-3 рет пробный тесттер өттім, и менде жақсы балл шығып тұрды. Бірақ ең бірінші рет мен тапсырған кезде мен әрқашан YouTube-тан IELTS Cambridge Listening Test деп жазатынмын. Сол жерде по порядку там IELTS тест 20, и ол жерде 1, 2, 3 деп әйтеуір по порядку тұрады. Сосын соларды YouTube-тан істейтін, просто қосып қоям, сұрақтарына қараймын и дәптерге жазып отыратын. Сосын ең соңында тексеретін. Маған бір қыз жазды, мен айтқан сөздерін естімеймін деп. Онда егер сіз дұрыс түсінбей жатсаңыз, естіп жатқан кезде аудионы қайттан артқа қойып, сол жерді қайттан тыңдаңыз. Бір рет тыңдадыңыз, естімедіңіз, қайттан тағы тыңдай беріңіз. Егер сіз сонда да түсінбесеңіз, онда ең соңында транскрипт болу керек, немесе жауабында көресіз. Сол кезде мүмкін ол сіз білмейтін сөз болған шығар. Сол кезде сол сөзді сөздігіңізге жазып алып, жаттап алыңыз. Жалғыз беретін кеңесім, көбірек практика жасау керек, және егер сөздерді естімей жатсаңыз, қайттан артқа қойып аудионы тыңдау керек. Ал бұны бәрібір дамыту үшін просто ағылшынша фильмдер көру керек, подкасттар тыңдау керек. Автобуста, мектепке, универге бара жатқан кезде соны құлағыңызға тығып тыңдап тұрғаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Егер тест жайында басқа да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Видео түсіруге тырысамын, және осы видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.